Ассалаумағалейкум, құрметті оқырмандарым, құрметті достар, құрметті Инстаграм каналдың және де YouTube каналымның оқырман жігіттері. Қазіргі кезде мынау көп жағдайлар кездеседі. Соның ішінде қозғап кетейін деген тақырыбым әйел кісілерде неге түсік болады? Және де мынау еркектің бойында жүрген ауру осы әйелге әсер ете ме? Және де мынау түсік болу себептері қандай себептерге байланысты? Осы бойынша сіздермен сөйлесетін боламыз. Мынау ерлі-зайыптылар үйленгеннен кейін бала жоспарлайды. Әрине, бала жоспарлаған кезде кей жағдайларда болады, мынау баланың іштей дамымай қалуы, өспей қалуы, болмаса өлі болып қалуы, яғни замерші береміз. Және де мынау түсік тұстауы. Осы себептердің барлығы негізгі 80% айтатын болсақ, бұл жыныстық жолмен берілетін, яғни урогенитальдық инфекцияларға байланысты. Осылардың ішіндегі ең түсік тұстауға алып келетін қай түрі? Ол айта кететінім, ең алдымен қауіптісі мынау жыныстық аурулардың ішінде хламидиоз. Өйткені хламидиоз бұл тірі микроорганизм. Ағзаға жыныстық жол арқылы түседі. Осы жыныстық жол арқылы түсу арқылы ағзада бұл эффекттің ағзасына жүретін болса, біраз уақыттан бері жүруі мүмкін, бірақ аса мазаламайды. Кей жағдайларда болады. Мынау еркектің ағзасындағы иммундық жүйесі әлсіресе, бұл микроорганизм, яғни қозып, яғни тітіркендіру симптомдары, болмаса асқыну, іріңді бөліністерге алып келуі мүмкін, болмаса каналдың бойы жыбырлау, сол сияқты симптомдарға алып келеді. Бұл егер де ағзада жүре беретін болса, бұл симптом, микроорганизм, хламидиоз, ұзақ уақытта жүретін болса, еркек жұқтырған болса, бұл әйеліне переносчик, яғни тасымалдаушы ретінде әйелін жұқтыру мүмкін. Бұл ағзаға түскен кезде, бірінші еркектің ағзасына айтып кететін болсақ, еркектің ағзасына түскен кезде бұл бірінші үрпінің қабынуын шақырады, яғни уретрит. Яғни үрпінің бойында, каналдың бойында қабыну шақырса, бұл уретрит болады. Және де екінші, одан жоғары өрлемелі инфекция баратын жері, яғни бұл қуқасты безі. Қуқасты безінің қабынуын шақыратын болса, яғни простатит ауруы. Одан егер жоғарылап кетеді бұл инфекция баратын болса, мынау шәует жүретін каналдың бойын қабындырады. Бұл әрине бұл орхоэпидемит, эпидидимит ауруларын алып келеді. Және де тағы да бір қауіптісі, бұл каналдың бойына түскеннен кейін сол жердің структурасы, яғни каналдың тарылуына алып келеді. Қалай алып келеді? Өйткені бұл жыныстық инфекция түсті ағзаға, біраз уақыттан бері жүр, іштей жеп, каналдың бойын тарылтып тастайды. Тарылған кезде шәует жүретін каналдың бойы тарылады да, ұрықтың сапасы, сапалы сперматозоидтардың барлығы шәует жолында қалып кетеді да, су бері қарай шығып, эякуляттың құрамында сперматозоид болмайды. Бұны азоспермия, еркектік бедеулікке алып баратын бірден-бір инфекцияның бірі осы хламидиоз. Және де әйелдің ағзасына түсетін болса, бұл да ондай қауіптілік туындатады. Айтқанда цистит ауруы, басқа да әйел кісілердің кальпит, эрозия болуы мүмкін, мынау жатырдың мойнының ауруларына алып барады әртүрлі. Осы арқылы іштегі сперматозоидтың келу, жүкті болу несі айтқан кезде шанс төмендейді. Өйткені жолдан келген сперматозоидті осы инфекциялар өлтіріп тастайды. Соған байланысты бұл инфекцияның қауіптілігі еркектік және де әйелдік бедеулікке алып баруы мүмкін. Менің практикамда осындай жағдайлар кездесті, болды. Сол себепті мен дәлелмен айтып отырмын. Талдықорған қаласынан бір оқырманым келген, осы Алматы қаласына 2 жылдан бері жүкті бола алмай жүр. Және жүкті болуға бізге кедергі осындай ауру бар екен, осының әсері бар ма, қалай әсер етеді деп. Егер де ауруды анықтайтын болса, міндетті түрде емдеу керек. Бірақ емдеген кезде міндетті түрде жұппен бірге емделу керек. Егер әйеліңізбен бірге емделетін болсаңыз, бұл инфекция екеуіңізде де өлетін болса, емделетін инфекция, бұл емделетін болса, кетеді ағзада. Егер асқындырып алсаңыз, осындай жағдайларға апару мүмкін. Структураға, бедеулікке апарады. Әйел кісі мен ер кісі бірге емделетін болса, екеулерінен де ешқандай инфекция түспейді бір-бірлеріне. Егер әйелі емделіп, еркек емделмейтін болса, еркегінен әйеліне қайтадан инфекция түседі. Айтқан кезде емнің зая кетуі осыған байланысты болады. Және де кей жағдайларда болады, иммунитетіне байланысты. Егер еркектіңде инфекция болатын болса, әйелдің иммунитеті жақсы болатын болса, әйелге бұл инфекция көрінбеуі мүмкін. Анализ тапсырғанда да байқалмауы мүмкін, симптомдар байқалмауы мүмкін. Содан байланысты жүре беруі мүмкін. Кейін жүре келе баланың түсік тұстауға еркектің кінәсі арқылы, яғни еркекте жүрген инфекция арқылы түсік тұстауға бірден бір қауіп осы хламидиоз.
Ал енді тағы да тағы бір қауіпті вирус деп айтамыз, инфекция бар, оның аты цитомегаловирус. Яғни бұл ретровирустардың тұқымдасы. Бұл вирустың қауіптілігі ағзада егер үрпі жолдарында жүретін болса, қандағы титр жоғары болатын болса, бұл вирус әйел кісілердің ағзасында түсік тұстауға алып келетін бірден-бір вирустың осы қауіптілігі осы цитомегаловирус болып табылады. Өйткені бұл қан арқылы ағзаға тарап кетеді, созылмалы түрде, көп жағдайларда созылмалы түрде бізде жүреді. Ал егер де жедел түрде жүретін болса, жаңадан түскен болатын болса ағзаға, бұл ағзаның мынау әйел кісілердің ағзасында баланың дұрыс дамымай қалуына қан арқылы барып, баланы өсірмей тастайды. Сол арқылы бала дамымай түсік тұстап қою себебі осы цитомегаловирусқа байланысты болып табылады. Және де бұл вирустың еркектердің ағзасына түсуі, бұл жыныстық жол арқылы, үрпі жолдарына түсу арқылы, бұл вирустық инфекциялық простатит болуы мүмкін, уретрит болуы мүмкін, вирустық орхипедия метаураларын шақыруы мүмкін. Соған байланысты бұның да қауіптілігі сперматозоидтардың күшін төмендетеді. Соған байланысты бұлардың да балалы болуға кедергі болатын бірден бір вирус осы цитомегаловирус. Осы цитомегаловирус әйел кісінде, еркек кісінің ағзасында болған күйінде еркектен бала болып туылатын болса, балалардың вирустың әсері кейбір кісілерде балаларында гидроцефалия, яғни мидың бастың үлкейіп кетуі, мидағы инфекцияның ұлғаю арқылы баланың ақаумен туылуы, мүгедек болып туылуы осы вирустарға байланысты. Соған байланысты бұл жерде сіздерге айта кетерім, жыныстық инфекцияның әрине барлығы ағзаға зиян. Енді оның ішіндегі осы қауіпті инфекциялардың, осы атап айтқан цитомегаловируспен хламидиоздың аса қауіптілігі осы түсік тұстауға алып келеді. Хламидиоздың егер ағзаға түсетін кездер болатын болса, әрине әйел кісілер болатын болса, бұлардың жыныс жолдарындағы қабыну арқылы әртүрлі аурулардың туындауына алып келеді. Егер де мынау жыныс жолдардан бөлінулер болатын болса, еркектің ағзасында да мысалы хламидиоздың әсерінен іріңді бөліністер туындауы мүмкін. Осылардың барлығы сперматозоидтардың әлсіздігіне алып келеді. Осыған байланысты ерлі-зайыптылардың арасында бала болмау себептері осы хламидиозға байланысты. Ал енді екінші вирус айтып кететін болсам, бұл цитомегаловирус. Цитомегаловирус бұл ағзаға түсу арқылы, бірінші қан арқылы созылмалы түрде жүруі мүмкін, еркектің ағзасында да, әйелдің ағзасында. Ал енді жедел түрінде М деп аталады, иммуноглобулин М, бұл жедел түрі, қан арқылы жүреді. Егер мынау үрпі жолынан цитомегаловирус анықталатын болса, бұл да қауіптілігі әйел кісілердің баланың даму барысында дамымай қалуына алып келеді, өспей қалуына алып келуі мүмкін. Туылғаннан кейін де баланың мүгедек болып туылуы, гидроцефалия, яғни баланың басының үлкейіп кетуі, әрине ол тікелей осы вирустарға байланысты. 80% урогениталды инфекциялардың қауіптілігі осы түсік тұстауға алып келеді. Және де балалардың дұрыс дамымай қалуына, ерте жастағы аяқ қолдарының дұрыс жетіспеуіне, ДЦП-мен туылуына әсерін тигізеді. Сонымен қатар, бұл да басқа да себептерге де байланысты болады. Әрине әйел ағзасында гистоздық сахарный диабет болатын болса, бұлардың да әсері баланың ДЦП-мен туылуына алып келетін бірден бір фактор әсері тигізеді. Және де мына вирустан туылған баланың ағзасында әртүрлі байқалу, нерв жүйесінде жетіспеушілік байқалуы мүмкін. Болмаса тері ағзаларында байқалатын өзгерістер осы вирусқа байланысты. Біздің де практикамызда болды, біздің әріптесіміздің келіні босанған, осы кезде цитомегаловирустың әсерінен бала ДЦП болып туылған. Әрине бармаған жер жоқ, ан жаққа бар жаққа шетелге шығып іздестіріп осы емнің барысын ақыры тапты. Сөйтсе барлық әсері бұл жерде күйінен болып шыққан. Күйінде цитомегаловирус анықталған, соның переносчик арқылы әйеліне жұғу, ол әрине балаға берілді. Соған байланысты айта кетерім, сөз соңында қандай да болсын вирус кейбір ағзалардың әлсіздігіне байланысты бұл вирустардың, яғни ағзада өршу байқалуы мүмкін. Қай кезде өршиді? Яғни оған арнайы жағдай туындаған кезде, әлсіреген кезде, болмаса гриппен ауырады, болмаса қатты ауру сырқаған кезде бұл вирустардың ағзада өршу байқалады. Осы кезде иммунитет төмендейді. Иммунитет төмендеу арқылы ағзаға осы вирустардың кері әсері байқалады.
Иә, осындай жағдайларда тағы да бір практикамызда кездесті. Мынау ерлі-зайыптылар келді маған 3 жылдан бері бала көтере алмай жатқан. Кейін ем барысында бала көтерген, бірақ 1 айдан кейін, 2 айдан кейін баласы түсіп қалды әйелдің. Келіп тексеру барысында күйеуінде осы хламидиоз инфекциясы анықталды. Осы инфекцияның әсері мынау балаға жүкті кезінде мынау өзінің сперматозоидын өзі танымай қалатын жағдайларға апарып отыр. Соған байланысты бұл инфекцияның қауіптілігі түсік тастауға да алып барады екен. Одан көзіміз жетті, дәлел ретінде 2 пациентімізде осындай жағдай кездесті. Әрине бұдан да басқа пациенттерімізде болды ондай жағдайлар, практика барысында кездесіп отыр. Және де мынау кей жағдайларда болады, инфекциялар латентті түрде, жасырын түрде жүруі мүмкін. Бір анализден шығып қалады, бір жағдайда шықпай қалатын жағдайлар бар. Әрине бұлардың ішінде де жаңағы сифилис аурулары болуы мүмкін, және де басқа ВИЧ аурулары болуы мүмкін. Бұл әрине Алла сақтасын, ешкімнің басына бермесін. Бұл вирустарда иммунитетті жиі төмендетеді. Адамның ағзасында CD4 деген клетка бар. Ол CD4 клеткасы иммундық статусты көрсетеді. Яғни бұның қалыпты деңгейі 1000-нан аса деңгей көрсету керек. Егер вируспен, жаңағы ВИЧпен зардап шегетін ауырған кісілерде осы клетканың деңгейі жылдап түсіп бастайды. Егер ағзадағы CD4 клеткасының деңгейі 500-ден төмен болатын болса, әрине қиын. Бұл ВИЧ аурулармен ауыратын кісілердің осы клеткаларын үнемі біздің вирусолог мамандарымыз қадағалап отырады. Өйткені иммундық аурулардың барлығы адамның өмірімен қош айтысына алып келуі мүмкін. Соған байланысты ВИЧ ауруларынан әрдайым сақтану керек. Мынау қазір жастық кезде біз көп нәрсені ескермеуіміз мүмкін. Осы ВИЧ ауруларда біз практикамыз кездестірдік. Бір пациентімізді жаңағы тексеру барысында азып кеткен, ешқандай шағым жоқ, бірақ азған. Тексеру барысында ешқандай өзгеріс таппадық, бірақ өтінде тас бола тұрып, бұл тас операция жасаған кезде ғана осы ВИЧ-қа қан тапсырылған, осы ВИЧ-тің қан тапсырған кезде ғана положительный көрсетіп, сол кезде анықталды. Әрине кеш анықталды. Бұл вирустың ағзада жүргеніне бәленбей уақыт жүрген. Соған байланысты бұл жерде период акна деген болады. Мысалы, қан тапсырғанда көрінбей қалатын кездері болады. Әрине, егер де мынау подозрительный дейміз ғой, бір сомнительный жыныстық қатынас болған болатын болса, әрине тексеру керек. Өйткені бұл адам өміріне тікелей байланысты. Кейбір вирустар адамның ағзасын аямайды. Өйткені әрқашанда кеш байқалып қалуы мүмкін. Соған байланысты менің сөз соңында аяқтап кетерім. Әрқашанда мынау біздің ұрпағымыздың сау болу үшін, сіздің балаңыздың дені сау болу үшін, сіз алдымен үйленбес бұрын тексеруден өтуіңіз керек. Не себепті? Өйткені үйленгеннен кейін жағдайларда біз еркекті намыс өлтіреді дейді, намыстанып жүре беруіміз мүмкін. Бірақ ол іштей мынау ұрықтың сапасын жеп тастауы мүмкін. Әрине бұл жерде өкінетін нәрсе болады. Өкінгенмен әр нәрсе кеш болуы мүмкін. Соған байланысты қазіргі кезде бізде ата-аналарымыз жүгіріп жатыр. Баламыздың ұрпағы жоқ, бәлен уақыттан бері үйлендік, болмады. Әрине әйел кісілерден де болуы мүмкін причина, еркек кісілерден де болуы мүмкін. Барлығы неден? Ол әрине осы тексерістің болмауына байланысты, ауруды асқындырып жүре бергенге байланысты осы аурулар туындап, ертең күні мынау жүкті кезде түсіктің тұтап қалуы әрине ол одан болмайды, әрине осындай жайттарға байланысты болады. Қандай да болсын, егер де қабыну болсын, инфекция жүретін болса, оны уақытылы емдеу керек. Егер де видео ұнаған болса, достар, астына комментарий қалдырып кетіңіздер, колокольчикті басып біздің каналға тіркелуді ұмытпаңыздар.